Ассаламу алейкум, қадірлі телетамаша көйлер. Ассаламу алейкум, азиз отанласлар, міне бір хаптені өткеріп, және сіздер менен дидар несіп етіп ұшырасып отырмыз. Уақыт жүйрік тұлпар зымырап өтіп бармақта, міне әдемі-ақ біз апрель айында жұмақлау алдында тұрмыз, яғни оның ортасынан да өтіп баратырмыз. Әр бір күн сізбенен бізге күш бағышлап, арзулы жоллар таман басылайды. Дәстүрге муафық көрсетуімізді әжайып бір қосықпенен басылап алдық. Әлбетте бізді тұрақлы түрде тамашалап баратырғын біздің қадірдан тамаша көйлеріміз жақсы біледі. Көрсетуіміздің әр бір саны рәң-бәрең әр түрлі темаларға бағышланады. Көрсетуіміздің ықласпентілер жоллаған SMS-лер, хабарлар, соннан барат бұл темалар оларға мақұл түсіп атырғанлығын, соның менен бірге олар өз пікірлерін де қосымша етеді. Әлбетте, демек олай болса, бүгінгі таңлаған темамызда оларға мақұл болады деген ойдамыз, өйткені жүдә қызықлы тема бүгін кітап темасы. Дұрыс айтасыз, Наурыз, кітап хақында ұлылардың жақсы пікірлер баршылық. Адамзат үшін екі құяш бар. Біріншісі табиғи құяш күн, екіншісі рухи құяш кітап. Күн болмаса өмір жоқ, кітап болмаса тірілер мәңгіге кеселге ұсап қалар еді, дейді атақлы жазушы Төлепберген Қайыпбергенов. Ең жақсы кітап ол оқыла беріп, сырты мұқабасы тозған кітап, дейді халқымыз сүйген шайыр Ибраим Юсупов. Кітапсыз үй қаліпсіз денеге ұқсайды, дейді данышпан Цицерон. Жақсы кітап оқу дүниядағы ең дана адамларменен сәубетлес болу, дейді дүния халқлары тән алған жазушы Дескартес. Жақсы кітап бұл менің өмірімдегі ахметлі хадисе, дейді Стендал. Әлбетте бұлардың бәрі өмір тасдиқлаған хақиқатлық. Бүгінгі күні көпшілік телефон менен бәнд кітап оқуға уақыты жоқ, кітап оқысы келсе де қол телефонлары арқалы қалеген кітабының электрон вариантын тауып оқиды дейміз. Әлбетте, дегенменен қолға кітапты ұсылап, оның әрбір беті ашылғандағы шытырлысын естіп оқу адамға өзгеше бір тынышлық, зауық бағышлайды. Әлбетте, ол басқа гәп. Біз бүгінгі мейманларымызбенен осы кітап оқу мәселелер жөнінде сәубетлесеміз. Мархамат, мейманларымызбенен таныстырамыз. Қарақалпақстан Республикасы мәлімдеме кітапхана орайы директор орынбасары Дилбар Тажиддинова. Студиямызға қош келіпсіз. Қош келдіңіздер. Бүгін темамыз кітап құмарлық, кітап хақында болады. Әлбетте, кітап бағдарында және де сәубетімізді давам етсек, кітап қоры ең көп кітап қорына ие болған еліміздегі ең үлкен сол кітапхана, біздің сол Қарақалпақстан Республикасы, республикалық мәлімдеме ресурс орайы. Дилбар бүгінгі күнде қызмет етіп отырған сол орайда бүгінгі күндегі сол жаңалықлары ұлма неше жылдық тарихқа ие болдарға әлбетте. Әлбетте, кімдір кітап іздесе, Дилбар, бір нәрсені айту керек. Таба алмаса, осы республикалық мәлімдеме кітапхана ресурс орайында болуы мүмкін деп ниет етіп барады. Там табылады, өзіне жараса тарихы бар, сондай фондқа да ие. Мархамат. Ассаламу алейкум. Әлбетте, халқымыздың кітапқа болған хүрметі әрқашанда бәлент болған. Сіз өзіңіз айтқаныңыздай, шайыр атамыз Ибраим Юсуптың мына заңлы қатарлары бар. Яғни құла дүзде партау ашып атырған бульдозерлердің вагон қасында мұқабасы май-май болып жатырған Бердақтың кітабына қызықтым сонда, дейді. Соның үшін біздер әр уақытада кітапқа болған мұхаббатымызды сақлап қалуымыз керек. Біз кітапхана қызметкерлерінің со басыл мақсеті де осы бейбақа мерасымызды жас әулетқа жеткеріп беру. Қарақалпақстан Республикасы мәлімдеме кітапхана орайының 100 жылдан аслам тарихы бар. Оның текары 19 ғасырдың 90 жылларында Төрткүл қаласында қаланған. 1907 жылы 7 март күні қалалық көпшілік кітапхана атамасы менен өз уставына ие болған, әмде сол атама менен рәсми түрде қызметін басылаған. Дәслепкі фонды жергілікті халықтың жеке кітапханаларынан, кітапхана фондларынан сауға ретінде дүзілген, һәм сол бір әсір давамында әзір мәлімдеме кітапхана орайымыз бір үлкен ілім орайына, ілім ошағына айланған десек алжаспаймыз. Бүгінгі күнде мәлімдеме кітапхана орайымыздың ұлыма фонды 400 мыңнан аслам басылымларды құрайды. Һәм бұлардың ішінде әдеби көркем шығармалар,
Қарақалпақ әдебиетінің, өзбек әдебиетінің, жаһан классикасының дұрданалары, сирек ұшырасатын қолжазбалар, сондай-ақ заманауи электрон ресурсларымыз да бар. Және соны айтып өтуіміз керек, сол кітап оқымайды дейді көпшілік, жастарымызды, халқымызды. Біздер жұмыс барысында көреміз, кітапханамыз хәмеше жалы. Кітапханамыз сол кітап оқушылардан үзілмейді. Себебі біздердің кітапханамыз азанғы сағат 8-ден кешкі сағат 9-ға шейін қызмет ететін болса, сол үзіліксіз, түсліксіз қызмет етеді сол кітап оқушыларымызға. Һәм бүгінгі күнде сол пайдаланушыларымыздың саны, ұлыма саны 22 мыңнан асламды құрайды. Яғни жылына 7 мыңнан аслам пайдаланушы біздерге кітап оқу үшін келеді. Бүгінгі күнде ең көп соралатығын, кітапханада ең көп соралатығын, ямаса көп оқылатығын кітап қайсы? Және қызықсынып көрдіңіз бе? Қайсы кітаплар көп тиражда шығарылып жатыр соңғы дәуірде? Әлбетте, бүгінгі күнде сол екі әулетті біздер бақылағанымызда, сол бір қызық өзара тең салмақтылық күзетіледі. Яғни жас әулетпенен үлкен әулет уәкілдері арасында жүда бір-біріне бәсекелесетін дәрежеде бар. Бұлардың, яғни жастарымыз қазір келешекті қалай құруды үйрену үшін мотивациялық психологиялық кітапларды көбірек оқиды. Яғни бұлардан пұл әліппесі, яғни қаржылай рауажлану үшін, және Вавилонның ең бай адамы, және сол атым әдетлер кітапларын көп сүйіп оқиды. Ал жас үлкен нұранилеріміз болса, қазіргі күнде тарихи эсселерді, тарихи шығармаларды көбірек оқиды. Яғни өтміштен сабақ алу үшін, соны еске түсіру үшін көбірек тарихи эсселерді, тарихи шығармаларды көбірек оқиды. Әсіресе сол әзір Мұратбай Нызановтың Тұтқын ерім кітаплары жүда көп оқылмақта. Себебі сол халқымыздың басына түскен қиыншылықтары, қандай басынан кешірген сол машқалалары хаммесін оқып есіне түсіреді. Енді қайсы кітаплар көп тиражда басылып жатырғанлығымен қызықсынып көрдіңіз бе? Әлбетте, қазіргі күнде сол прозалық жанрда болса, Төлепберген Қайыпбергеновтың кітаплары, және сол тарихи эссе шығармалардан Мұратбай Нызановтың шығармалары, сондай-ақ лирикалық поэзиядан болса, Әбілқасым Өтепбергеновтың шығармалары қазіргі күнде кең тиражда шығарылып жатырыпты. Бұл дөретушілер халқымыз арасында елі бұлардың дөретпелері ең бейбаха рухи ғазине есептелінеді. Һәм бұны екі әулет уәкілдері де сүйіп оқып жатырыпты бұлардың шығармаларын. Ең көп кітап оқитұғын кітап құмарларға қандай да бір орай тарепінен қошаметтілер, сыйлықлаулар бар ма, мүнәсіптерде бақалана ма? Қазіргі күнде ләжлар өткеріліп жатырыпты. Көп қана, мысалы, президентіміз басыламасыменен 2021 жылдан басылап, әр жылы апрель айынан басылап, апрель айында кітап құмарлық хаптелігі өткеріліп келмекте. Биылға кітап құмарлық хаптелігі 2026 жыл, сол жылдың 13-17 апрель күндері еліміз бойлап бүткіл кітапхана мекемелерінде шөлкемлестірді, һәм өткерілді. Бұл ләжлардың өткерілуі біздер үшін, ұлыма кітап құмарлар үшін бір үлкен әдеби байрам болады. Себебі жазушы шайырларымыздың, сөз зергерлеріміздің өзлеріменен ұшырасу, жекпе-жек ұшырасу, олардың оларменен пікір алмасу болады, һәм жастарымыз олардан бір үлкен мотивация алады. Және бұл ләжлар давамында мен сүйген кітапханама кітап сауға етемен акциялары, әр түрлі сәубет кешелері, сондай-ақ экскурсиялар өткеріліп жатырыпты. Бұл хаптелікті өткеруден мақсатымыз сол жастарды халқымыз арасында сол кітап құмарлық мәдениетін арттыру, кітап құмарлыққа болған қызығушылығын арттыру, білім көлікпелерін арттырудан барады. Және осы хаптеліктің жұмақлану қарсаңындамыз, бүгін жұмақлап жатырмыз, һәм сол хаптелік давамында, жыл давамында ең көп кітап оқыған кітап құмарларымыз номинацияларыменен қошаметленді. Яғни ең белсенді кітап құмар, ең лидер кітап құмар, ең көп келетұғын, һәм ең көп кітап оқитұғын кітап құмарлар номинациялары болды. Және оларды үгіт насихатлайтұғын ұстаз оқытушыларымыздан номинацияларыменен сыйлықланды. Яғни кітап құмарлық мәдениетін үгіт насихатлаушысы номинациясыменен де сыйлықланды. Және жоғары оқу орындары бар, сол жоғары оқу орындарында дипломларменен сыйлықланды. Рахмет, елде көбейе берсін кітап құмарларыңыз саны.